Бәріне сәлем, менің есімім Санжар Айдар. Сен кей кезде досыңның саған басқаша көзқарасты екенін байқадың ба? Әдеттегі көрісу, бәр ойдағыдай болып жатқанда, ойда жоқта өзіңе деген бір түрлі көзқарасты байқайсың. Негізінде досың саған бұрын олай қарамайтын. Немесе керісінше, сен өз досыңды ұнатып қалып, оның саған деген сезімін білгің келген кездер болды ма? Бұл әрине өте түсініксіз жағдай, себебі оған деген сезіміңді бірінші білдіретін болып, бұл нәрсе взаимны болмаса, онда саған жеңіл болмайды. Яғни сен өз досыңнан айырылып қалуың мүмкін. Ал егер о да сені ұнатып барлығы ойдағыдай болып жатса, онда сендердің бірге болғандарың өте керемет болушы еді. Себебі сендер онсыз да жақсы дос едіңдер. Бір-бірлерің жайлы көп нәрсені білесіңдер. Жасыратын еш нәрсе жоқ. Яғни сен өзіңнің өміріңді осы сұрақтың жауабын іздеумен өткізбегенің дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін досыңнан тез жауап алуға тырыс. Ал егер сенде әлі де қорқыныш сезімі болса, онда саған арнап сендердің достардан да артық екендеріңді анықтайтын бірнеше белгі анықтадым. Дайынсың ба? Онда кеттік. Ең бірінші белгі бұл сендердің жиі хат алмасуларың болып келеді. Хат алмасу жалпы сенің екінші адамға деген көзқарасыңды көрсетеді. Оның саған күндіз-түні хат жазып, сенің жазғандарыңа бірден жауап беруі осыған жатады. Ол тікелей адамға да қатысты. Мысалы, маған жақындарым жазғанда, мен бірден жауап беруге тырысамын. Бірақ таңертең мені табу өте қиын. Себебі түске дейінгі уақытты мен тек өзіме ғана арнаймын. Екінші белгі бұл бірге болғандағы көзге көрінбейтін бір романтикалық сезімнің болуы. Бірақ басқалардан бұл нәрсе байқалмайды. Ол тіпті қарапайым нәрселерде де көріне бастайды. Үшінші белгі бір-бірің жайлы тым көп ақпарат білгендерің. Тіпті басқа жақын достарың да бұл жайлы білмеуі де мүмкін. Мысалы, туған күндерің, ата-ана есімдері, армандарың, сені уайымдататын нәрселер және тағы басқа. Осындай нәрселерді сен кім көрінгенге айта бермейсің, бірақ ол досың барлығынан хабардар. Сен де ол туралы барлығын білесің. Негізінде бұл ақпаратты сен басқа да достарына айтатынсың, бірақ олар құлақтарына да қыстырмайтын. Себебі оларға бір қатты маңызды дейтін емес, қызық та болмады. Егер ол сені шынымен ұнатып қалса, онда сен жайлы бар ақпаратты есіне сақтауға тырысады. Сосын оны түн ішінде ұйқыдан оятқан кезде сен жайлы кез келген факты еш қысылмай айтып бере алады. Бұл өте жақсы белгі. Төртінші, қанша жерден қарапайым нәрселермен айналыссаңдар да, бірге жасаған істерің екеуінің де көңілдерін көтереді. Соңғы бесінші белгі, өз досыңа орынсыз өтініш айтсаң да істеуге дайын тұрады. Мысалы, қолы босамағанда көңіл бөлу, алыс тұрса да түнде келіп көмектесу сынды өтініштер болып келеді. Бұндай өтініштерді қарапайым досыңа айтсаң, орындауы екі талай. Ал саған көзі түсіп жүрген досыңа бұл қарапайым нәрсе. Бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Уақыт өткізбей саған ұнайтын жігітіңді тезірек қаратуыңа тілектеспін. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа ақпараттан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенмен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.